Достар, барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Қанат, және сіздер доп ойнаған Азар арнасын тамашалап отырсыздар. Бұрын болсын, қазір болсын, футболшылар бізді кейде таң қалдырып жатады. Мысалы, 2016 жылғы әлем чемпионатының ашылу ойында Филипп Ламның Коста-Рика қақпасына сол қанаттан ауысып, айналдыра тепкен әдемі голы. Және де Миланның орталық қорғаушысы Филипп Максестің Андерлех қақпасына кеудемен допты тосып алып, қайшылап тепкен голын. Және де Винсан Компанидың Лестерге қарсы чемпиондық ойында 25 метрден соққан голын айтуға болады. Және де сіздер осы видеода бүгін тағы да басқа 5 жасырын қабілеті бар футболшылармен танысасыздар. Ал кеттік. Ол өзінің айыппұл соққыларынан гол соғу қабілетін Селтикте өткізген 2 жылында көрсетті. 2014 жылғы маусымда ол Хиберниан қақпасына 1 және де тағы да 2 тамаша голды Инвернес пен Дандиге қарсы матчта соқты. Оның соққылары шынымен фантастикалық және сапалы. Көбінесе орталық қорғаушылар соққыларды жойқын түрде күш салып орындайды. Мысалы, Давид Луис пен Челсидің бұрынғы қорғаушысы Алекс. Ал Ван Дайктың соққылары Дэвид Бекхэмнің стиліне ұқсайды. Ол 2015 жылы Селтиктен кеткен соң өзінің бұл қабілетімен әлеуметтік желілерде бөлісе бастады. Ливерпульде айыппұл соққыларын соғу лауазымы үшін оның бәсекелестері жетерлік. Соның бірі Трент Александр-Арнольд. Бірақ ол өз атын Голландия құрамасының атақты айыппұл соққысын орындаушы орталық қорғаушылар Рональд Куман мен Франк де Бурдың қатарына әбден қосуы мүмкін. Айыппұл соққыларын менің басты қабілетім емес. Мен оған көп көңіл бөлмеймін. Қорғаушы ретінде мен қақпамызды голдан аман қалғанын тырысамын, деп Ван Дайк бір интервьюінде жауап берген болатын. 2016 жылғы Европа чемпионаты топтық кезең ойынның 88 минут Италия мен Швеция 0-0. Келинидің Симоне Зазаға лақтырған добы Эдердің гол соғуына алып келді. Ювентус қорғаушысының тез ойлау қабілеті және допты ұзаққа лақтыруы командасының келесі кезеңге өтуіне көмектесті. Келини карьерасын сол жақ қорғаушы ретінде бастаған болатын, және де осы техникасын ол жиі қолданып жүретін. 2006-2007 жылы сол кездегі Ювенің бапкері Дидье Дешамптың шешімі бойынша ол орталық қорғаушыға айналды. 2007 жылғы Ромаға қарсы ойында оның 88 минутта Винченцо Якинтаға лақтырған добы есепті теңестіруге алып келді. Жалғыз ғана сұрақ туындайды: неге ол осы қабілетін жиі қолданбайды? Эдерсон, бразилиялық Сан-Пауло командасының атақты гол соғатын қақпашысы Рожерио Сениді кіші кезінен ақ дәріптеген. Өз атына гол жазбаған Эдерсон пенальти тебудің шебері. Бұған дәлел ретінде оның командаласы Габриэль Жезус пен Пеп Гвардиола 26 жасар қақпашыны команданың ең үздік пенальти орындайтын футболшысы деген. Бірақ Гвардиола ол пенальти орындамайды, оны орындайтын басқа да ойыншылар бар. Біз қарсылас команданы құрметтейміз. Мүмкін достастық кездесулерде ол пенальти орындау мүмкіндігін алады. Біз Уэйн Рунидің қақпашы рөлінде жақсы ойнайтын білеміз. Оны Nike 2006 жылғы жарнамалық ролигінде көрсеткен болатын. Оның бұрынғы клубтасы Матео Дармианның айтуы бойынша Руни шынымен де барлық алаң ойыншылары арасындағы үздік қақпашы. Ал Джон Терридің қақпада жақсы ойнайтын туралы мәліметтер аз. Бір интервьюінде Фрэнк Лэмпард: біз матч алдында қызу жаттығуларын жасағанда Джон қақпада тұруды ұнататын. Ол қақпашы қолғаптарын киіп алып, қақпада жақсы тұратын. 2006 жылғы Рейдингке қарсы ойында Петр Чех пен Карло Кудичинидің матч кезіндегі жарақаттарына байланысты Терри қақпаға тұрып 1-0 есебін сақтап қалып, команданың жеңуіне септігін тигізді. Биік және өте икемді Тоттенхэмнің орталық қорғаушысы көптеген сәттерде өзінің техникасын паш етеді. Оның 2015 жылғы Миланға қарсы достастық кездесуде орындаған рулет финті, немесе өткен маусымдағы Боруссия Дортмундқа қарсы ойында жалғыз өзі матчтың тағдырын шешіп кетуі. Вертонгеннің ойыны оның балалық шағы өткен жерден алған тәрбиесінен бастап алады. Ол ағаларымен кіші мини-футбол алаңында жиі ойнайтын. Вертонгеннің сүйікті ойыншысы бразилиялық Ривалдо болып табылады. Орталық қорғаушы ретінде Вертонгеннің басты жұмысы ол баспен жақсы ойнап және допты қарсыластарынан алу болып табылады. Алайда Вертонген бір сұхбатында былай деген: мен матч кезінде әрине Акка сияқты финттерді орындамаймын, бірақ керек кездерде финттер маған қиын жағдайлардан оңай шығуға көмектеседі, деген екен.